Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен маринадталған огурцы капустамен жабамыз. Қысқа дайындық. Бізге керекті қызыл бұрыш, капуста, сәбіз, болгарский, чеснок, лавровый лист, түйір қара бұрыш, укроп осындай кепкен, огурцы және помидор. Алдымен банкаларымызды стерилизовать етеміз. 10 минуттан және крышкаларында стерилизовать етеміз. Стерилизовать еткен банкымызды алып, ішіне заттарымызды саламыз. Осылай видеодағыдай рет-ретімен салып шығамыз. Алдымен укропты астына саламыз. Одан кейін болгарский бұрышты. Одан кейін чесноктарды саламыз. Келесі сәбіздерді саламыз. Келесі қызыл бұрышымызды саламыз. Одан кейін капустаны саламыз. Капустаны осындай үлкен бөліктерге бөліп, кесіп аласыздар. Одан кейін осылай саламыз астына. Барынша нығыздап салыңыздар. Келесі огурцымызды саламыз. Және лавровый листі осылай жанына салып шығамыз. Осылай салып болған соң, қайнап тұрған ыстық суымызды банкаға құямыз. Суымызды құйып болған соң 20 минутқа қойып қоямыз. Міне 20 минут тұрды. Енді суымызды төгіп, қайтадан қайнаған ыстық судан құямыз. Осылай 2 рет құйып, төгіп, үшіншісінде қайнаған суды құйып, одан кейін барып крышкасымен жабамыз. Міне суын 2 рет құйып, төгіп болдық. Енді соңғы суын құйып жабамыз. Алдымен қара түйір бұрышымызды саламыз. Бір банкаға 10 штуктан саламыз және одан кейін 2 литрлік банкаға 2 ас қасық тұз саламыз. Және 2 ас қасықтан шекер саламыз. Және уксустан 1 ас қасықтан құямыз. 2 литрлік банкаға 1 ас қасық құямыз.
және қайнап тұрған ыстық суымызды құйып банкамызды закрывашкамен жабамыз. Жауып болған соң әрі-бері осылай шайқаймыз, құмшекер тұз еру үшін, және жылы көрпеге орап 1 суткаға қойып қоямыз. Осымен дайын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоларым ұнаса лайк, коммент жазып қолдап қойыңыздар.